Сәлематсыздар ма? Мен Қожабекова Назира, Меркі ауданы Владимир Сава атындағы нөмірі 9 жалпы білім беретін мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі. Математика пәні 4 сынып. Бүгін біз 131 сабақты қарастырамыз. Сабақтың тақырыбы қос теңсіздіктер. Бұл жердегі оқу мақсаты қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Теңсіздіктер. Бұл дегеніміз бір саннан не үлкен, не кіші болатынын білдіреді. Мысалы, 6 артық 4-тен, 3 кем 5-тен. Бұл теңсіздіктерді сандық сәуледе көрсетуді және қаншаға артық, кем екені біз білеміз. Өйткені бұл ұғым бізде 1 сыныптан бері қалыптасқан. Теңсіздіктердің шешімдер жиынын жаз және оны сан сәулесінде белгіле. Бізге 2 теңсіздік берілген. X кіші 3-тен, t артық 5-тен. Сандық сәуле бойынша көрсететін болсақ, x 3-тен кем болады. Бұл жерде 3-ке дейінгі сандар қарастырылады, ал t 5-тен артық болады. Бұл жерде 5-тен кейінгі сандар жазылады. Яғни бұл жерден біз осындай қорытынды шығаруымызға болады. Бізге мынадай тапсырма берілген. Тапсырманы орынды және жауабын түсіндір. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограммдық кіртастан ауыр, бірақ дәл осындай 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын x килограмм деп белгілеп, теңсіздіктер жаз. Шардың салмағы 3 килограмм мен 6 килограмм аралығында болады. X кіші 3 кіші x-тен және x кіші 6-дан. Міне осындай 2 теңсіздіктің жазуымызға болады. Ал енді осы 2 теңсіздіктен қос теңсіздік құрастырайық. Ол дегеніміз 3 кіші x-тен, x кіші 6-дан. Мінеке біз 2 теңсіздіктен қос теңсіздік құрастырдық. X белгісізі 3-тен артық және 6-дан кем деп оқылады. Сан сәулесінен қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын қарауға болады. Өздерінің алдыларында көрсетілгендей, сандық сәуле берілген. Бұл жерде 3 пен 6 сан аралығындағы сандарды қарастырамыз. Сандық сәуледе берілгендей, 3 пен 6 сан арасындағы сандар ол 4 және 5. Бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынының жауабы болып саналады. Есіңде сақта, қос теңсіздік бір жолға жазылған 2 теңсіздіктен тұрады. Бізге мынадай есеп берілген. Қос теңсіздіктерді жеке 2 теңсіздікке ауыстыр. 12 кіші b-дан және кіші 96-дан. 18 кіші x-тен, x кіші 280-нен. Міне осындай бізге 2 қос теңсіздік берілген. Енді осыны 2 жеке теңсіздікке ауыстырып көрейік. Ол дегеніміз b кіші 12-ден және b кіші 96-дан деп жазылады. Сонымен қатар 18 кіші x-тен және x кіші 280 деп жазуымызға болады. Берілген 2 теңсіздіктен бір теңсіздік жазу. Бұл тапсырманы біз қалай қарастырамыз? Бұл жерде берілген d
кіші 77-ден және d кіші 25-тен. Енді біз осы екі теңсіздіктен бір теңсіздік жазуымыз керек. Ол дегеніміз былай жазылады. 77 артық d-дан және d кіші 25-тен. Мінекей біз екі теңсіздіктен бір теңсіздікті жазып алдық. Салғыстыр. Әріпті өрнектердің мәндерін қоймай тұрып, олардың арасына таңбаларды неге олай қойғаныңды түсіндір. Бұл жерде бізде t көбейту 0 және t көбейту 1. Енді осы екі теңсіздікті салыстыратын болсақ, бізде t әріпі бірдей болғандықтан біз оны қарастырмаймыз. Біз сандарды қарастырамыз. 0 және 1. Әрине бізде 1 көп болады, артық болады яғни. Яғни біздің t көбейту 1 артық. Келесі 7000 азайту x және 7000 қосу x. Әрине бұл жерде бізде қосу таңбасы, яғни 7000 қосу x артық болады. Сонымен қатар d қосу d және 3 көбейту d. Бұл жерде d мен қосу d, бұны біз көбейтумен алмастыратын болсақ, 2d болып есептеледі және 3 көбейту d 3d. Әрине бұл жерде бізде 2-ге қарағанда 3d көп. Яғни 3d бізде артық болады. Үйге тапсырма. Сан сәулесін сыз. Сан сәулесіне ретімен 5 санды белгіле. Өзің сан сәулесінде белгілеген сандар жиыны мен шешімдер жиыны сәйкес келетін қос теңсіздікті жаз.